अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज अल्लाह ताला के फजल से Bismillahirrahmanirrahim. सलाना शुरू हो रहा है। हज़रत मसीह मौऊद Бүгін Аллах Тағаланың мейірімі түсіп, жыл сайынғы Франция жамағатының жалса саланасы басталады. Хазіреті уәделенген Мәсих алейхиссалам жалса салананы діни басқосу деп атағандықтан, қатысатын әрбір адам тек қана өзінің рухани жағы мен білімін көтеремін деген түсінікте болуы керек. Осы 3 күнде біз діни білімімізбен қатар рухани жағымызды да байытуымыз қажет. और 3 दिन इस सोच के साथ और इस फिक्र के साथ यहाँ जमा रहेंगे कि किस तरह हम अपनी दीनी, इल्मी और रूहानी हालत को बेहतर करें. अगर ये सोच नहीं Егер сіздерде осындай ойлар болмаса, қатысуларыңыз бекер болып қалмақ. आज के इस दौर में Қазіргі таңда दुनिया Құдайға сенетін адамдардың жыл сайынғы азаюын статистика көрсетуде. अपने मजहब से दूर हट रहा है. Ал мұсылмандардың қазіргі жай-күйі शुमार дүниеге қатты берілгендіктен мұсылманшылығы затында емес, атында ғана болып тұр. एक बड़ी तादाद इस बात का इजहार करती है कि वो खुदा ताला के वजूद के मुनकर है. हत्ता कि मुसलमानों की भी जो हालत है Ал біз болсақ, Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам कि नाम өзі пайғамбарлықта айтқан имамның келгенін туралы айтып жүрген адамдармыз. Пайғамбарлыққа сәйкес ұлық Аллах Тағала оны дінді жаңарту үшін жіберді. जो इस Біз Хазіреті уәделенген Масихтың алейхиссалам अपने ज़माने के ұлы ісін жалғастырамыз деп уәде еттік. उसे माना है जिसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक अल्लाह ताला ने इस ज़माने में तजदीद दीन के लिए भेजा है. Бірақ біз өз рухани күйімізді дамытпасақ, हमारा ये है берген уәделеріміз бос болып, жиналысымыз сопы пірлердің жиналысынан еш айырмасы болмай қалады. मिशन को पूरा करना है. अगर हम Сондықтан әрбір мұсылман Ахмади осы жағын ойлап, बेहतरी की तरफ өз-өзіне бақылау жасауы тиіс. हमारा मसीह मौऊद की बैत में आना एक ज़ाहिरी ऐलान है जो रूह से खाली है. हमारा अहद बैत नाम का अहद बैत है. Егер біз
Hazreti уәделенген Масихтың алейхиссалам हमारा यहाँ जलसे के लिए берген насихаты бойынша өзімізді бақылауға алсақ, होने की तरह है। осы 3 күндіктің мақсатын орындап, Hazreti уәделенген Масихтың алейхиссалам мүбәрак дұғаларын алушылардан боламыз. एक फिक्र के साथ अपने जायजे लेने की तरफ तवज्जो की ज़रूरत है कि अगर ये सोच है तो फिर बेफायदा है। Ал егер бұл насихаттардан күнделікті өмірімізде қолдансақ, जलसे के бүкіл әлем мен болашақты да түзете аламыз. हमारे सामने पेश नुमाई हैं। Біз өз жай күйімізді түзетіп қана қоймай, сауапты істер жасап, болашақ ұрпаққа дұрыс бағыт бере аламыз, және оларды хақ тағалаға жақындатып, мейіріміне бөлене аламыз. जलसा में शामिल होने वालों के लिए हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की जो दुआएं हैं उनके हासिल करने वाले बन जाएंगे। Басқалар Құдайдан алыстап жатқанда, ұрпақтарымыз जिंदगियों का Аллах тағалаға жақындап қана қоймай, өзгелерді де Құдайға жақындататын болады. करने वाले बन जाएंगे और ना सिर्फ अपनी हालतों Яғни біз болашақ ұрпақтарымызды құтқарып қалғымыз келсе, बेकमाल Hazreti уәделенген Масихтың алейхиссалам жалса саланаға байланысты айтқан насихаттарына мән беруіміз керек. के दीन पर कायम रहने Бұл насихаттар біздің өміріміздің бір бөлшегіне айналуы керек. तकलीफ करने वाले बनाकर उन्हें भी खुदा ताला के फजलों को हासिल करने वाला बना देंगे। जहाँ दुनिया Жалса салананың мақсатын айта отырып, और दीन से दूर जा Hazreti уәделенген Масих алейхиссалам былай дейді. खुदा ताला के करीब Бұл жалса саланаға қатысушылардың барлығы әлемнің болашағына алаңдауы керек. लाने का बायस बन रही हों। Олар хақ тағаладан қорқулары керек. बस अगर हम Әрі өздерінде тақуалықты қалыптастыруы қажет. पूरा करना है Олардың істеген істерінде мейірімділіктің белгісі болуы тиіс. उन अगराज को सामने Олар махаббат пен бауырмалдықтың ортасын қалыптастырулары қажет. इन 3 दिनों Олар өздерінде мұминдікті дамытулары тиіс. Олардың істерінде салихалылық болсын. जिंदगियों Әрі олар дін қызметі үшін белсенділік танытулары керек. इस्लाम ने इन अगराज को बयान फरमाते हुए जो जलसे का जो अगराज बयान फरमाई हैं फरमाते हुए Яғни жалса салананың негізгі мақсаты да осы. Бұл рухани бас қосудағы फिक्र हो जलसा पर әрбір ер мен әйел о дүние жайында ойланып, алаңдауы тиіс. Сондай-ақ о дүние үшін қазіргі дүниеге еш мән бермегені жөн. तकवा उनमें पैदा हो, नरम दिली पैदा हो, आपस की मोहब्बत और भाईचारा Дүнияуи әлемде тұрып жатып, оны жасау өте қиын. पैदा हो, Сол үшін де кереметті ерік жігер керек. कायम हो। Адам баласы хақты танып түсінген кезде ғана о дүние туралы алаңдай алады. ये है आज हमारे Ол өмірдің қысқа екеніне сенеді. Біреу 80-ге дейін, ары кетсе 100-ге жетуі мүмкін. हर फर्द Алайда бұл жасқа да жетпеген қаншама адамдар бар. को Сондықтан мәңгілік болған о дүниені әрқашанда естен шығармау керек. इस हद तक फिक्र होनी चाहिए कि दुनियावी चीज़ें इसके मुकाबले में कोई हैसियत न रखती हों। इस मादी दुनिया में रहते हुए ये बहुत Мәңгілік өмір үшін жалған дүниені құрбан етіп жүргендерді ғана саналы адам деп айтуға болады. बड़े जिहाद की ज़रूरत है। Алайда қарап отырсақ, мәңгілік өмірлерін тәрк етіп, алтын уақыттың барлығын осы жалған дүниеге арнап, соған қарамастан өздерін саналы санайтын адамдар бар. कि ये ज़िंदगी तो चंद साल है, ज़्यादा से ज़्यादा Бірақ мүмин адам керісінше жасайды, және солай болуы да керек. हद 100 साल जिंदा रह लेता है। Мүмин адам लेकिन жаратушысының алдында қорқып тұрады, इतना अरसा भी және оның Аллахқа деген махаббаты махаббаттың барлық түрінен артық. बहुत पहले इस दुनिया से गुजर जाते हैं। Ол бұл махаббатты өзінің аса мейірімді жаратушысы разы болсын деп көрсетеді. जो हमेशा की है। Егер адам баласында дәл осындай жалындаған махаббат болса,
Ол әрқашанда жаратушысының айтқанымен жүреді. Ол жаратушысының өмір сүруі үшін ризық несеп беретініне लेकिन होता ये кәміл है сенімді болып жүреді. कि हम इस आर्जी चीज़ पर, इस आर्जी ज़िंदगी पर मुस्तकिल ज़िंदगी को कुर्बान कर देते हैं और फिर अपने आप को ये दुनियादार बहुत बड़ा और अक्लमंद समझते हैं. बस एक मोमिन Оның Раббысы оған барлық дүниені де, руханиды да, нығметтерді береді. और करना चाहिए. Егер де ол Хақ Тағаланың алдында бас иіп, бағынып, अपने दिल में оның құдіретінің барлық нәрсеге жететініне сенсе, нығметтердің біраз бөлігі оған нәсіп болады. अल्लाह ताला की मोहब्बत तमाम दुनियावी मोहब्बतों पर गालिब आ जाती है. खौफ और खशियत अल्लाह ताला की इसलिए नहीं होती कि सज़ा मिलेगी. Хақ Тағаланың әміріне бойұсынып, тура жолмен жүретін болса, ол Раббысының мейірімінің мұрагері болады. और जब ये मोहब्बत के जज्बात होंगे तभी इंसान Ол Хақ Тағаланың әмірімен жүріп, оған бойұсынып, адамдардың да хақларын аяқ асты етпей сақтаса, жаратушы да оған разы болады. Егер адам баласы осындай ойларға ие болса, दुनिया का हर ол міндетті түрде Хақ Тағаланың мейірімі мен нығметіне бөленіп, тақуалықты қалыптастырған адамдардың арасында болады. खुदा ही है जो मेरी परवरिश के सामान करता है. मेरा खुदा ही है जो मुझे अपनी नेमतों से नवाजता है. इनमें हर किस्म की नेमतें शामिल हैं, दुनियावी भी और दूसरी और रूहानी भी. अगर Ондай адамдардың жүректері мейірімге толып жұмсарады. मैं रहा Өйткені оларды әрқашан Хақ Тағаланың өзі жетелеп жүреді. ताकतों का मालिक समझते हुए Олар бір-бірін тек Аллах разылығы үшін ғана жақсы көреді де, басқа ниеттері, бас пайдасы үшін жақсы көру деген болмайды. मैं अगर इसके बताए हुए अवामर और नवाही के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता रहा तो उसके फ़ज़लों का वारिस बनता रहूँगा. अगर अल्लाह ताला की मुकम्मल इताअत करते हुए और तकवा पर कायम रहते हुए उसके और उसके Олар हुकूक अदा кедей әрі пақыр жандардың алдында да мейірімді қалыптарын жоғалтпайды. बस ये सोच है Олар әрқашан шындықпен жүреді, әрі шындық Хақ Тағалаға апарады, ал өтірік көп құдайшылдыққа апарады деп сенеді. उसके इनामों और फजलों का हासिल करने वाला बनाएगा. और यही लोग हैं जो तकवा पर चलने वाले कहलाते हैं, जो ये सोच रखते हैं. यानी वो जो अल्लाह ताला के तमाम हुक्मों पर अमल करने वाले हैं, जिनके दिल नरम होंगे और होते हैं, क्योंकि हर लम्हा उनके दिल में Өзінің ақыретіне алаңдап жүретін мүмин адамның өтірік айтуға дәті бармайды. मोहब्बत के जज्बात होते Осы нәрселерді түсінген адам дінге белсенді қызмет етіп жүр деген сөз. हैं. ज़ाती अगराज के लिए नहीं Егер ондай болмаса, बल्कि адамдардың дінге өз бас пайдалары үшін ғана қызмет етіп жатыр деп айта аламыз. इसी तरह तकवा पर चलने वाली हैं जिनमें आजिज़ी पैदा होती है. आजिज़ी के इजहार सिर्फ अपने मर्तबे और दौलत के लिहाज से बड़े से नहीं होते. उन्हीं के सामने आजिज़ी नहीं दिखाते जो बड़े हैं, रुतबे में बड़े हैं या दुनियादार हैं, बल्कि गरीबों और मस्कीनों से भी आजिज़ी का इजहार करते हैं. और यही लोग हैं जो सच्चाई पर Біз дінге қызмет етіп жатқан жүздеген діндар ғалымдардың бар екенін көреміз. कि कौले Солай бола тұра дін үшін деп жауыздыққа баратындарын айтсаңшы. ताला तक पहुँचाता है Оларда тақуалық жетіспейді. जो है
олар хақ тағаланың разылығы үшін деген сылтаумен ақыреттерінен дүниелік пайдаларын жоғары қояды. और तकवा की हकीकत जानते हैं तो फिर एक शख्स मोमिन के लाकर फिर झूठ किस तरह बोल सकता है। और इन बातों के हासिल करने वाले और नेकियों की रूह को समझने वाले ही हैं जो दीन की खिदमत में भी हकीकत में सरगर्म होते हैं, वरना तो ये जो खिदमत है बज़ाहिर яғни бізге Хазіреті уәделенген Масихтың алейхиссалам берген уағыз насихаттарымен жүру керек. देखते हैं कि मुसलमानों में सैकड़ों उलमा हैं Біз сыртқы жаққа емес, ішкі рухани жаққа көбірек мән беруіміз тиіс. और अंदर से Әрқайсымыз өзімізден бұл бас қосуға не үшін келдік деген तकवा की कमी есепті алуымыз керек. जिनमें खुदा का खौफ नजर नहीं आता, Өзімізде आखिरत से ज्यादा бұл айтылған насихаттарға жетейік деген құмарлық болуы қажет. Егер бұрындары खुदा और आखिरत қандай да бір қателіктерге бой алдырған болсақ, बस болашақта қайталамаймын деп уәде беруіміз керек. Әрі шама шарқымыз келгенше сауапты істермен айналысайық. मसीह हमें पैदा करना चाहते हैं कि ज़ाहिरी खौल ना हो बल्कि रूह हो, मग़ज़ हो। इन बातों को सामने रखते हुए हमें अपने जायज़े लेने की ज़रूरत है कि क्या हम इस नीयत से जलसे में शामिल हो रहे हैं Бүгін біз और мына жалған дүниеден гөрі о дүниеге көп мән береміз деп, басқа нәрсе емес хақ тағаланың алдына деген қорқынышты жоғары қоямыз деп, тақуалықтың тура жолымен жүруге тырысамыз деп, बताइयाँ हो गई हैं жүректерімізде адамдарға деген махаббатты ұялатамыз деп, бауырмалдықты күшейтеміз деп, істеген істерімізде мейірімділік, पैदा कर сөздерімізде шындық болады деп уәде беруіміз керек. उन्हें कायम रखने की हद्दुल मक़दूर कोशिश करने के लिए तैयार हैं और इस करेंगे। आज हम ये अहद करते हैं कि हम दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र करने वाले होंगे। हम खुदा का खौफ और उसकी खशियत और उसकी मोहब्बत को हर चीज़ पर फौकियत देंगे। Бізді көрген әрбір адам бұл мұсылман ахмадилер әрқашанда шындықты айтады. Тіпті шындық үшін өздерін шығынға да ұшыратады деген ойда болу керек. गर्मी पैदा करेंगे। हम आपस में मोहब्बत और भाईचारे को इस कदर बढ़ाएंगे कि ये मोहब्बत और भाईचारा एक मिसाल बन जाए। आजिज़ी और तवाज़ुन में हम बढ़ने वाले बनेंगे। सच्चाई और कौल सदीद हमारी एक खसूसियत बन जाएगा कि हर शख्स कहे ये अहमदी हैं जो हमेशा सच पर कायम रहते हैं, सच बोलते Біз бұл дін істерін өзгеге үлгі бола отырып жасауымыз қажет. Және бұрынғыдан да көбірек уағыз насихатта болайық. हैं। ऐसे सरगर्म होंगे Біз адамдарға хақ исламның не екенін жеткіземіз. और इसके लिए पहले से बढ़कर Біз осы насихаттарды орындайтын болсақ, баяттарымызды орындаған боламыз. पहुंचाने की कोशिश करेंगे। Осы насихаттарды өмірлік ұстанымымыз етіп алуымыз керек. बताएंगे कि हकीकी इस्लाम क्या है। Ақиретіне алаңдайтындар бірінші кезекте құлшылықтарына қатты мән береді. हमारी ज़िंदगियाँ इसके मुताबिक गुजरने लग Ұлық Аллах Тағала Құран кәрімде तो यकीनन мен жындар мен адамдарды тек қана өзіме құлшылық ету үшін ғана жараттым дейді. आज हम इन बातों के हसूल के लिए अपना लाया अमल बनाएं। आखिरत की फ़िक्र और अल्लाह ताला का खौफ रखने वाला सबसे पहले अपनी इबादत की हिफाजत की तरफ तवज्जो करता है। इस तरफ देखता है कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या रखा है। अल्लाह ताला फरमाता है Хазіреті уәделенген Масих алейхиссалам бұл аятқа тәпсір бере отырып былай дейді.
मसीह अलैहिस्सलाम ने इसको उसका तर्जुमा Аллах इस तरह Тағала बताया है жындар мен адамдарды жаратуының себебі कि जिन और इंसान को оның бар इसलिए पैदा әрі бір किया है екенін мойындау. कि वो मुझे पहचाने Осы аятқа сәйкес адам баласының өмірі Хақ Тағаланы бар деп, бір деп танып, оған құлшылық етуде жатыр. इंसान की ज़िंदगी का खुदा ताला की परस्तिश और खुदा ताला की मार्फत और खुदा ताला के लिए हो जाना है फरमाया Бұл аяттың негізгі мақсаты адам баласының Хақ Тағалаға толығымен бағынышты болуында. कि अपनी ज़िंदगी का मुद्दा Адам баласы бұл деңгейге өздігінен жете алмайды. Ол тіпті өзінің өмірлік мақсаттарын да қоя алмайды. Өйткені адам баласының бұл өмірге келуі мен бұл өмірден өтуі өз еркіндегі нәрсе емес. बल्कि वो एक Керісінше, ол жай ғана бір жаратылыс. और जिसने पैदा किया और तमाम हैवानात की निस्बत उम्दा और आला को इसको नायत की है उसने उसकी ज़िंदगी का एक मुद्दा ठहराया है एक मकसद ठहराया है खा कोई इंसान Оның жаратушысы оған кереметтей қабілеттер беріп, ол үшін өмірлік мақсаттарын да қойып берді. कि बिलाशुबा खुदा की परस्तिश और खुदा की मार्फत और खुदा ताला में फ़ानी हो जाना ही है Егер де біреу өзінің өмірінің мән мақсатын түсінбесе де, करने के लिए Хақ Тағалаға құлшылық ету, хақты тану, оның махаббатына ләззаттану бақытты мақсат болып қала бермек. तरीक सिखाया है वो क्या है वो नमाज का क़याम है Бұл мақсаттарға жету үшін Аллах Тағала бізге намазда тұруды үйретті. अलल मोमिनीना Аллах Тағала мүминдерге қарата намазға тұрыңдар. यकीनन नमाज Шын мәнінде намаз мүминдер үшін белгілі бір уақытта парыз етілді деген. यकीनन नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज है Хазіреті уәделенген Мәсих алейхиссалам फरमाते हैं былай дейді: मैं नमाज मौक़ूता के मसले को बहुत अजीज белгіленген уақытта намаз оқу мен ये बहुत मसला ऐसा है белгіленген уақытта намаз оқу мен үшін аса маңызды нәрсе. प्यारा है ये मसला यानी Алайда бұл дәуірдегі адамдар ұсақ-түйек шаруаға бола намаз оқуды елемейді. Кейбір адамдар уақытында намаз оқымақ түгілі намазды мүлдем оқымайды. ज़रा सी बात पर Кейбір адамдар 5 уақыт намаз оқудың орнына 4 немесе 3 рет оқиды. और लापरवाही Ал Аллах Тағала намаздарыңа мұқият болыңдар, әсіресе ортаңғы намазға дейді. बाज़ नमाज़ें ही नहीं Яғни істің ортасында келетін намазға. 5 के बजाय 3-4 नमाज़ें पढ़ लेंगे सुस्ती दिखा जाते हैं हालांकि अल्लाह ताला ने नमाज़ों की हिफाजत का मोमिनों को इरशाद फरमाया Алайда арамызда көптеген адамдар бар. Өздерінің дүние істерінен босай алмай, अल्लाह सल्लल्लाहु бесін мен екінті намаздарын қаза қылады. वस्सलातिल Кейбір адамдар көп уақытын әлеуметтік желіде, теледидарда немесе басқа дүние істеріне жұмсап, ақшам құптан намаздарын оқымаса, кейбір адамдар ұйықтап қалулары себебінен таң намазын қаза қылады. मुलाज़मतों की वजह से हम में से बाज़ ज़ोहर असर की नमाज ज़ाया कर देते हैं टीवी प्रोग्रामों की वजह से या अपने शाम के बाद Сондықтан әрқайсыларыңыз өздеріңізге Аллах Тағаланың әміріне сай амал жасап жүрмін бе, жоқ па деп есеп беріңіздер. फजर की नमाज ज़ाया कर देते हैं बस हम में से हर एक को अपने जायज़े लेने की ज़रूरत है Осындай жалса салана сияқты бас қосуда немесе Рамазан айында біз жамағатпен намаз оқып, Аллах Тағаланың әміріне сай амал етіп жатырмыз ба деп санаймыз. बाजमात नमाज़ें पढ़कर हम समझ लेते हैं कि हमने अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल कर लिया बाकी सारा साल चाहे इस पर बाकायदा अमल हो या Бірақ басқа уақыттарда жыл бойына жамағатпен намаз оқымасақ, өкініштісі сол болады. सुने और इस बात को देखें कि नमाज की अहमियत Аллах Тағала намаздың құндылықтарын айта отырып, उसका रसूल क्या फरमाते हैं Аллахтың мешіттерін Аллахқа және қиямет күніне иман келтіргендер мекендейді дейді. यामुरु मसाजिदल्लाहि
Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, егер қандай да бір адамның үнемі мешітке келіп жүргенін көрсеңіздер, ол адамның иман келтірген екеніне куә болыңыздар дейді. जो अल्लाह पर ईमान लाए और यौम आखिर पर ईमान लाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते Біз барлығымыз өзімізді иман келтіргенбіз деп санаймыз. मस्जिद में Алайда आते जाते देखो Аллах тағаланың алдында तुम उसके әрі Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам айтуы бойынша иман келтіргендер қатарына Аллах мешіттерін мекендеп Аллахқа және қиямет күніне сенгендер ғана жатады. ईमान रखते हैं। वैसे कहने को तो हम सब अपने आप को ईमान लाने वाला कहते हैं। Осы жерде астын сызып айта кететін бір жайт, अल्लाह ताला और उसके रसूल мешітке ғана бару аздық етеді. Сондай-ақ Аллахқа және қиямет күніне иман келтіру керек. इसलिए कि अल्लाह Осыларға сенген адам мешітте ешқашан бүлік шығармайды. हो गया Олар құлшылық етушілерге зиян тиетіндей етіп намаз оқымайды. कि अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर Өйткені қасақана бүлік шығарып намаз оқитындар Аллахтың разылығын емес, रखने वाला हो керісінше ашуын туғызады. उससे अल्लाह ताला का खौफ भी होगा। Алайда шынайы иман келтірген адам шынайы тақуалыққа сай амал етеді. Ондай адамдар उन ол дүниені көп ойлайды. Олардың жүректері жұмсақ, उनके लिए басқа адамдарға деген махаббаты мен бауырмалдығы ерекше болады. करने के बजाय Олар әрқашанда шындықты айтып, исламды насихаттайды. Және олардың мешіттері қорқыныш пен жапа шегетін орын болмағандықтан Аллах тағала जो ये सोच रखना намазыңды тақуалыққа негізделген мешітте оқы дейді. है और अल्लाह ताला का खौफ दिल में रखना है। Ондай мешіт бүліктен таза және тақуалықпен амал ететіндер Аллахтың алдындағы да, адамдар алдындағы да міндеттерді абыроймен атқарып, мешіттерге жиі барады. वो इस्लाम की पुरअमन तालीम की तबलीग करते हैं। उनकी मस्जिदें खौफ की जगह नहीं होती और ना ही फितने की जगह होती हैं। Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам फरमाया है ол адамдар жайлы игілікті хабарды жеткізе отырып былай дейді. रहे हो जिसकी बुनियाद तक Қияметте адам баласынан бірінші сұралатын нәрсе ол намаз. बनाई गई मस्जिद है। Аллах тағала періштелерге, जो तकवा पर कायम रहते हुए егер бұл адам үнемі намазын मस्जिदों को आबाद करते हैं оқыған болса, वो हुकूकुल्लाह की इबादत ол таза әрі жетістікте. और हुकूकुल इबाद की भी Ал егер парыз намаздарында кемшілік болса, нәпіл намаздары арқылы орнын толтыру керек ऐसे дейді. लोगों को खुशखबरी देते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Яғни Аллах тағала өз құлдарына мейірімділігін танытып жатыр. ताला Өйткені кей кездері адам өзінің әлсіздігінен ұмытып, кейбір намаздарды қаза қып बारे में फरिश्तों को फरमाएगा қалатыны бар. कि मेरे बंदे की नमाज को देखो। Алайда Аллах тағала देखो कि बंदा ол намаздың кемшіліктерін нәпіл намазбен толтыруды әмір етеді. मुकम्मल होंगी उनके नाम Әдетте में जो ондай нәпіл намаздарды хақ тағаладан қорқатындар оқиды. Өйткені нәпіл намаздар жалғыз адам жоқ жерде оқылады. नहीं होगी नमाजों में Сондықтан Аллах тағала оларға қатысты менің құлдарым деген сөзді қолданады. इसकी नफली इबादत देखो वो क्या थी। अगर Оның бұл құлдары үнемі қателік жасамайды, әрі жасаған қателіктерін тезірек түзетуге тырысады. अल्लाह ताला ने यहाँ Бір жағынан Аллах тағала намаздың жай нәрсе емес екенін айтады. Өйткені адамнан ең бірінші сұралатын нәрсе бұл намаз. ये Ал екінші жағынан Аллах тағала сендердің нәпіл намаздарың парыз намаздарыңның деңгейіндей болады деп хабарлады. की करने वाले हैं और उसकी इबादत का Сол арқылы хақ тағала сендерді өзінің мейірім жаулығына орайды. फिर भी बशरी तकाजे के तहत कमजोरी है भूल चूक Бұл мүминдер үшін игілікті хабар. आ जाते हैं Адамдардың назары माफ करने парыз намаздардан кейін बंदे की नेकियों ол нәпіл намаздарды оқу керек деген нәрсеге қарай бұрылуы керек. अपनी रहमत और मकसद का सूरज Өйткені нәпіл намаздар арқылы адам баласы өзіне नवाफिल хақ тағаланың мейірімін жақындатады. फ़राइज़ को फिर पूरा फरमा दिया।
अब यहाँ देख लें, नवाफिल पढ़ने वाले वही लोग होंगे जो खालिस яғни мүмин адам өз кемшіліктерін парыз намаздар мен нәпіл намаздар арқылы түзейді. ये तो छुप के अदा की जाते हैं, अलहदगी में पढ़े जाते हैं, और ये नेकी फिर वही करता है जिसको अल्लाह का खौफ होगा। और यही लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने मेरे बंदे कहा है। कि इन बंदों से भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वो गलतियां मुस्तकिल जारी नहीं रहती। Ондай адамдар उन गलतियों Аллах को Тағаладан шынайы түрде қорқады. बस ये है Тақуалықтарының себебінен олар нәпіл намаздар оқиды. Сондықтан олардың жүректері жұмсарып, कि नमाज कोई кек алудың орнына кешірім жасайды. हिसाब सबसे पहले होगा। Олар Аллах Тағаланың сүйген құлына айналу үшін барлық адамдарға махаббатпен қарайды. ये भी कह दिया Әрі оларда өзге адамдар үшін құрбандық жасау рухы бар. और इबादत का हक अदा करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर नवाफिल जो तुम अदा करते हो उनका सवाब फ़राइज़ के बराबर हो जाएगा। Сол үшін де осындай сипаттарға ие болдық па, жоқ па деп өзімізден есеп алуымыз керек. ये खुशखबरी है Шынайы иман келтірген адам әрқашан осы сипаттарға ие болуға талпынады. को जज्ब करने के लिए नवाफिल की अदायगी Егер де біреудің өз бауырына деген шынайы махаббаты болмаса, बस ол адамды шынайы иман келтірген деп айта алмаймыз. खौफ दिल में रखते हुए उसके फजलों को जज्ब करने के लिए जहाँ अपने फ़राइज़ की तरफ तवज्जो दे, वहाँ नवाफिल की तरफ भी तवज्जो दे कि फ़राइज़ की Кімде-кімнің балалары мен жұбайлары बस оның ашу ызасынан аман болмаса, ол адамның тақуалықтан мақрұм қалғаны. तकवा पर चलने वाले हैं। Сондай-ақ күйеулері мен балалары алдындағы міндеттерді орындамайтын әйелдер де тақуалықтан мақрұм қалады. उनके दिल एक दूसरे के लिए नरम होते हैं। Бір-біріне жұмсақтық танытқандар ғана шынайы тақуалыққа ие бола алады. करने की तरफ तवज्जो रहती है। अल्लाह ताला का प्यार हासिल करने के लिए आपस में प्यार और मोहब्बत का सलूक होता है। उनके दिलों में Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтады. एक दूसरे की खातिर कुर्बानी Шын мәнінде қиямет күнінде Аллах Тағала менің ұлықтығым мен менің махаббатым үшін जायजे लेने की जरूरत бірін-бірі жақсы көргендер қайда? है कि क्या Бүгін мен оларды өзімнің мейірім көлеңкелі панама аламын. किस्म की नेकियों को Өйткені бүгін менің көлеңкелі панамнан басқа пана жоқ дейді. अपने भाई के लिए मोहब्बत के जज्बात नहीं हैं, तो उसमें हकीकी तकवा नहीं है। जिसमें नरम दिली नहीं है, वो भी अपनी फिक्र करे। Яғни кімде-кім Аллах разылығы үшін жақсы көрген болса, ол Раббысының махаббатынан сусындайды. जो बीवियां अपने खामदों और बच्चों के हकूक अदा नहीं करती, Аллах разылығы үшін емес, басқа нәрсе үшін жақсы көргендер तकवा से खाली оның ашуының астында қалады. आपस के Сондықтан әрқайсыларыңыз осындай рухты махаббатты қалыптастыруларыңыз керек. मोहब्बत और नरमी का सलूक करने वाले हैं, वही हकीकी तकवा और कायम है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, Біздің ұранымыз कहाँ है वो लोग барша жанға махаббат, ешбір жанға मेरे қиянат. जलाल और मेरी अजमत के Ең алдымен осы ұранды үйімізде, айналамызда таратып, आज басқа адамдардың साए के सिवा біздің жақсы қарым-қатынаста екенімізді मैं अपने साए रहमत көріп में білулері тиіс. बस जो अल्लाह ताला Ал бұл үшін аса бір қатты күш салудың керегі жоқ. तामील करते हुए Осы арқылы қандай да бір көп күш жұмсамай-ақ сіздер Аллах Тағаланың мейірім көлеңкесінде боласыздар. या दूसरे लफ्ज़ों में जो ये नहीं करते वो अल्लाह ताला की नाराज़गी के मोहरत भी बन सकते हैं। बस Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам हम में से हर қоғамда махаббаттың ұлғаюы үшін әртүрлі насихаттар नारा берген. लगाते हैं Ол कि मोहब्बत सबके लिए नफरत мұсылман адам басқа мұсылманға бауыр. घरों और अपने माशरे में इसका Ол өз бауырына ешқашан қиянат жасамайды. हकीकी रंग में ये रंग Қиындықта жалғыз тастап кетпейді. Аллах Тағала бауырының мұқтаждығына көмектескен адамның мұқтаждығына жәрдемдеседі. ज़रा सी कोशिश से बगैर किसी बड़े मुजाहिदे के हम अल्लाह ताला के साया रहमत में जगह पाने वाले बन सकते हैं।
आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Қиямет күнде Аллах тағала өз бауырының басына түскен ауыртпалықты кетірген адамның басынан और मोहब्बत ауыртпалықты और प्यार кетіреді. और भाईचारे को बढ़ाने के लिए जो नसाइफ Аллах тағала қиямет күні өз бауырының кемшіліктерін жасырған адамның кемшіліктерін жасырады деп айтқан. उस पर जुल्म नहीं करता और ना ही उसे अकेला और तन्हा छोड़ता है। फरमाया जो शख्स अपने भाई की Яғни Аллах тағала өз мейірімін उसकी ज़रूरियात पूरा करता әртүрлі жолдармен है, көрсетеді. अल्लाह उसकी हाजात Аллах тағала адам баласын кешіргісі келсе де, जिसने किसी मुसलमान की адам баласының өзі қасарысып, किया оның ашуына қалады. क़यामत के दिन उसके मसाइब में से एक मुसीबत उसकी कम कर देगा। Біз міндетті түрде осы рухани басқосу жалса саланаға कोशिश करता है қандай оймен қатысып жатырмыз деп ойлануымыз керек. Хақ тағалаға құлшылық етуден бөлек біз адамдар алдындағы міндеттерді де орындап жүрміз бе деген сауалды назарға алуымыз और қажет. हमारी बख्शिश के समान करता है। ये इंसान ही है जो अपनी नाअहलियों, अनाओं और ज़िद्दों की वजह से Бізден жұмсақтық, махаббат пен мейірімнің иісі аңқып тұруы керек. Өйткені біз Хазіреті уәделенген Масихқа алейхиссалам баят бердік және сол баяттың барлық шарттарын орындауымыз қажет. नेकी की तरफ माइल हुए हुए हैं। हम इस सोच के साथ यहाँ आए हैं कि एक जलसे में शामिल होना है या नेकी की बातें सुनेंगे। अपने जायज़े लें। अपने Ол जायज़े लेते шарттардың हुए бірінде बातों के साथ біз ширктің кез келген түрінен аулақ боламыз. 5 уақыт намазбен қатар нәпіл намаздарды да оқимыз. आपस की मोहब्बत Аллах тағаланың ешбір жаратылысына зиян тигізбейміз делінген. और ये इस लिहाज से भी ज़रूरी Біз है осы нәрселерді өз үйлерімізден бастауымыз керек. कि हमने Біз барлық мұсылмандарға және барлық адам баласына махаббатпен қарауымыз керек. Біз нәпсілеріміздің қисынсыз қалуынан еркін болуымыз керек. नमाजों की अदायगी Қарамағымыздағы адамдар болса, оған жақсы қарауымыз керек. हमने Осы өлшемдерге сәйкес амал жасап жатырмыз ба, жоқ па, соны тексеруіміз керек. अल्लाह ताला की मखलूक को और ख़ास तौर पर मुसलमानों को अपने नफसानी जोशों से किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं देंगे। सिर्फ आपस के मुसलमानों के लिए Егер осы өлшемдерге сай амал етіп жүрсек, ठीक өзімізді шынайы мүмин деп әрі берген баяттарымызды орындадық деп айтуға болады. हर एक के लिए हमारे दिल में एक प्यार और मोहब्बत की जज्बात होने चाहिए। नफसानी जोशों से Баяттың тағы бір шарттарында біз тәкаппарлықтан аулақ болып, өмірімізді момында қарапайым етіп өткіземіз делінген. अपने घरों के माहौल अपने मातहतों के साथ भी Жалса салананың мақсаттарына байланысты मातहत हैं। Хазіреті уәделенген Масих алейхиссалам біз бойымызда бойсынуды қалыптастыруымыз керек деді. ऐसे Ол бұл туралы баяттың шарттарында да атап көрсеткен. Сол үшін де баяттың шарттарын үнемі оқып тұруымыз керек. हमारे इन रवैयों को हमारी नेकियों Өзімізді осы баятқа сай өмір сүріп жатырмыз ба деп тексеруіміз қажет. को परख सके। ये देखना चाहिए क्या ये मयार Егер бұлай болмаса, біздің берген баяттарымыздың क्या हम उसके मुताबिक әлемді түзетеміз деген ниеттеріміздің шынайы болмағаны. तो अगर ये मयार हैं Сондықтан да өзімізден бастауымыз керек. उसके मुताबिक पर Олай болмағанда ये हैं сөзіміз басқа, कि हम हकीकी ісіміз басқа адамдардың қатарында боламыз. एक शर्त ये भी है हमारी बैत जो हम करते हैं उसमें कि तकब्बुर को मुकम्मल तौर पर छोड़कर आजिज़ी और मिस्कीनी की ज़िंदगी बसर करूँगा। Аллах тағала үшін бұл өте жиіркенішті нәрсе. सिर्फ Бұл жағдайда біздің амалдарымыз इस्लाम ने өтірікші екендерімізге куәлік береді де, біздің дінге қызмет етемін деген ниетіміз де өтірік болып шығады. इसमें ये अहद है कि मैं आजिज़ी और मिस्कीनी से ज़िंदगी बसर करूँगा। बस ये अहद पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है और यही सच्चाई की Күмәнсіз Хазіреті уәделенген Масих алейхиссалам өз ниеті мен сөзінде, ісінде шыншыл болды. बस
Сол үшін де Хақ тағала оған हिदायत भी पढ़ते रहना चाहिए жетістік пен шынайы адамдарды беремін деп уәде етті. कि क्या हम सच्चाई के साथ उन पर Алайда біздің хал жағдайымыз басқа болса, оған көмектеседі деген адамдардың қатарынан болмаймыз. अगर नहीं Сол берген баяттың алғысына бөлену үшін өзімізден есеп алып отыруымыз керек. उससे पहले हमें अपनी Біз жалса салананың өткізілу мақсаты жайында ойлануымыз қажет. जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और Біз бақытты адамдармыз. नापसंद फरमाया है Өйткені біз тұтас 3 күн бойы осы нәрселерге зер салып ойлана аламыз. सच्चाई के बजाय हमारे झूठ Бізге пайдасыз нәрселермен уақыт өткізудің қажеті жоқ. और जब ये कॉल और फेल का तजाद होगा Одан да біз уақытымызды дұға оқуға, күнәларымыз үшін кешірім тілеуге, Аллах елшісіне саллаллаху алейхи уассалам көбірек салауаттар айтуға арнасақ қана рухани бас қосудың шынайы пайдасын көреміз. आपका दावा सच्चा है बेशक अल्लाह ताला ने आपसे कामयाबियों का वादा किया हुआ है बेशक अल्लाह ताला ने Хазіреті уәделенген Масих алейхиссалам айтады: वादा फरमाया हुआ है लेकिन менің осы жерде отырған हालतें ऐसी немесе басқа жердегі жамағатымның барлығы айтатын өсиетімді мұқият тыңдасын. बस बैत Бұл жамағатқа кірген адам менімен сенімді байланыста. हालतों के जायजे लेने की जरूरत Ол менің шәкіртім болып табылады. है। जैसा कि अगर आज आपने बयान फरमाई Оның негізгі мақсаты олар адамгершілік, бақыт, тақуалық сияқты асыл нәрселердің жоғарғы деңгейіне жетуі арқылы өздеріне дау, жанжал, айуандық, құлықсыздық сияқты нәрселерді жолатпау. कि इधर उधर की बातों में अपना वक्त गुजारें दुआ इस्तिग़फ़ार और दरूद की तरफ हमें मुतवज्जह रहना चाहिए Олар 5 уақыт намаз оқып, өтірік айтпай, ешкімге тілімен зиян келтірмей, бұзақылық жасамаулары керек. सलाम फरमाते हैं कि मेरी तमाम Олардың жүрек түкпірінде дау жанжалға, бүлікке, жауыздыққа, айуандыққа дегендері ойларында да болмау керек. इरादत और मुरीदी का रखते हैं Атап айтқанда, олар күнәнің барлық түрінен, оғаш қылықтардан, харамнан, жаман сөздерден, पहुंच जाएं нәпсі құмарлықтан, फसाद лайықсыз іс-әрекеттерден аулақ болуы тиіс. चलनी उनके नज़दीक ना आ सके Олар әулиелік жүректерімен ешкімге зиян тигізбейтін Хақ тағаланың шынайы құлдары болуы керек. फरमाया वो 5 वक्त नमाज बा जमात Олар қарапайым болуы тиіс. Олардың табиғатында ешқандай да удың қоспасы болмауы қажет. वो किसी को ज़ुबान Олардың өмірлік ережелері сол वो किसी के бүкіл адамзатқа тілектес болуы. और किसी शरारत और जुल्म और फसाद Олар Хақ тағаладан қорқулары керек. Олар тілдерін, қолдарын, жүректерін барлық лас істерден, бүлікке апаратын жол мен дін бұзарлықтан сақтауы керек. और नाकर्दनी और नागुफ्तगनी Олар 5 уақыт намаз оқуы тиіс. Олар өздерін зұлымдықтан, тонаудан, парақорлықтан, өзге адамдардың құқығын бұзу мен әділетсіз жолмен көмектесуден сақтауы керек. और बेशर Сондай-ақ жағымсыз қоғамдық ортаға бармауы қажет. इनके दिल पाक है जिनसे कभी शरारत सरजद नहीं होती और हमेशा गरीब मिजाज रहते हैं आजिज़ी उनमें रहती है और कोई जहरीला खमीर उनके वजूद में न रहे Өз балаларыңызға жағымсыз қоғамдық орталарға бармау туралы ақыл кеңестердің और खुदा айтылғаны дұрыс. और अपनी जुबानों और अपने हाथों और अपने Ата-аналар балаларының кіммен дос болып жүргенін білуі керек. Егер сіздер балаларыңыздың Аллах тағаланың алдында міндеттерін орындамайтын, वक्ता नमाज зұлымдық жасайтын, теріс қылықты және жаман әдеттерге әуестігі бар адамдармен араласып жүргенін білсеңіздер, और तअद्दी और गबन ондай адамдармен қатынасты міндетті түрде үздіріп араластырмаңыздар. दारी से बाज रहें लोगों के हकूक तल्फ करने Адам жақсы қасиеті бар адамдармен дос болу керек. किसी को नुकसान पहुंचाना इस वजह से उससे बाज रहो और किसी बात सोबत में न बैठें बुरी सोबतें जो हैं उनसे बचें नौजवानों को भी याद रखना चाहिए और बच्चों के वालिदैन को भी याद रखना चाहिए Ары қарай Хазіреті уәделенген Масих алейхиссалам айтады: इस मुआशरे में
किसी बस हो बंद Қауіпті адамдардан сақтану керек. Адамдарға ұлтына, дініне, нәсіліне қарамастан зиян тигізу туралы ойлауға да болмайды. कि एक शख्स Әрбір адамға тілекші болыңыздар. तरफ रखता है Сөздеріңіз істеріңізге сай болуы керек. वो खुदा ताला Сіздер біреуге әділетсіз жолмен көмек көрсетпеңіздер. के बाद की कुछ परवाह नहीं करता Бұзақылар, бүлікшілер және де басқа да жаман адамдар сіздердің бас қосуларыңызға қатыспау керек. लाजम होगा कि उस बदी को Олар сіздердің үйлеріңізде де болмау керек. Әйтпесе олар сіздердің сүрінулеріңізге алып келуі ықтимал. फरमाया और ऐसे इंसान से परहेज करो जो Жамағаттың әрбір мүшесі менің осы насихатым бойынша жүруі керек. किसी गिरोह के आदमी को नुकसान रसानी का इरादा मत करो Сіздердің бас қосуларыңызда арсыз, मजहब के мазақ қылу әрекеттері болмауы керек. कौम का आदमी हो किसी गिरोह का हो Жер бетінде мейірімді жүрек, қайырымды ақыл, қарапайымдылықты арқау етіп жүріңіздер. नसीहत करनी है Тыйым салынған жолдарды қолданып біреулерге шабуыл жасаудан сақ болыңыздар. Әрқашан өз нәпсілеріңізге ие болыңыздар. और फेल Егер қандай да бір діни пікірталас өткізсеңіздер, оны әдеп сақтап өткізіңіздер. फरमाया और चाहिए कि शरीरों और Егер біреу сізге надандық танытса, ондай жиналыста отырмаңыздар. और ना तुम्हारे Аллах Тағала сіздерден бүкіл әлемге үлгі болатындай салихалы да шыншыл жамағат жасамақшы. फरमाया मेरी जमात Сол үшін де сақтық танытып, жүрегі мейірімді, табиғаты момын да шыншыл адамдарға ұқсап бағыңыздар. पाकी और ठट्ठे और हंसी का मशगला न हो और नेक दिल और पाक तबा और पाक ख्याल होकर ज़मीन पर चलो किसी पर नाजायज़ तरीक़ से हमला न करो और Сіздер жоғары кемелді көркем мінезділікпен 5 уақыт намаз оқу арқылы таныласыздар. अल्फाज में और Кімнің табиғатында қыңырлықтың дәні болса, अगर कोई जहालत से पेश бұл насихаттарға үнемі амал ете алмайды, дейді Хазіреті уәделенген Масих алейхиссалам. ऐसी जमात बना दे कि तमाम दुनिया के लिए नेकी और रास्तबाजी का नमूना ठहरो तमाम दुनिया के लिए नेकी और रास्तबाजी का नमूना ठहरो तुम होशियार हो जाओ और वाकई नेक दिल और गरीब मिजाज और रास्तबाज बन जाओ तुम 5 वक्ता नमाज और अखलाकी हालत से शनाख्त किए जाओगे तुम्हारी जो शनाख्त है वो क्या है यही कि तुम 5 वक्ता बाकायदा नमाज़ें पढ़ने वाले हो और तुम्हारे अखलाक बहुत आला है ये चीज़ें पैदा हो जाएं तुम्हारे में तो समझो तुमने बैत का हक Аллах Тағала біздің फरमाया और जिस Хазіреті уәделенген Масихқа алейхиссалам नसीहत पर कायम नहीं रह सकेगा берген баяттарымызды орындауды нәсіп етсін. जिसमें बदी का बीज है वो फिर नसीहत पे Аллах Тағала бізге оның берген насихаттарымен жүруге жазсын. हम सबको तौफीक दे Аллах Тағала бізге осы рухани бас қосудан көбірек пайда тауып, рухани қалпымызды көтеруді нәсіп етсін. बात पर हम पूरा उतर Аллах Тағала осы берекелі істің біздің ортамызда жалғасуын нәсіп етсін. अपने दीनी रूहानी आमीन। और इल्मी हालत को संवारने वाले भी हों और ये नेकियां फिर हमें हमेशा कायम भी रहें अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल-अद्लि वल-इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر